Мен Наз мемлекеттік би театрының балет артисі Жабенова Ардақ. Сіздерге мен бүгін қазақ халқының өрнек немесе оймақ қимылын көрсетемін. Негізі Шара Жиенқұлованың оқу әдістемесінде осы қимыл өрнек деп аталған, ал Дәурен Әбдіровтың оқу әдістемесінде оймақ деп жазылған. Сондықтан да мен сіздерге екі жағдайда айтып отырмын. Ал осы өрнек қимылына келетін болсақ, аяғымыз үшінші бос еркін қалыпта, қолымыз екінші қалыпта. Оң қолымыз алдына ою сала отырып, саусақтарымыз жоғарыға қарайды. Және оны артына қарай ою сала отырып, қалпына алып келеміз. Яғни өрнек ауыспалы өрнек. Яғни ол былай. Сол қолымыз үстінде, оң қолымыз астында, немесе былай. Осы және қазақтың қимылдары әртүрлі қимылдармен жасауға болады. Қазір сіздермен біз қазақтың әуені арқылы үйренеміз. Құрметті оқырмандар, біз өзіміздің ұлттық өнерімізді ұлағаттап жақсы көрейік. Өнер мен мәдениетсіз ел болмайды. Сондықтан да мәдениетімізді көрсетіп үйде отырайық. Қадірменді оқырмандар, біз біргеміз.